Жоқ, біздің сөз жоқ. Фильм. Кеш жарық. Кеш жарық. Бүгін менде 4-ші жоба. 37 деген фильмге қысқаша көрініс. Оның қайтып келгені жақсы ғой. Бірақ оның әңгімесі көп сияқты. Көрші көлемге не айтады? Қоғамға не айтады? Құжаттарды қайта жасау керек болады, өзгерту керек болады. Маған бір нәрсе қызық болып тұр. Адам ақыл есі бірден бірте келеді ма, немесе бірден түсе қалады ма? Балқашта болдым деді. О жақта болған кезде мен кіммін, не істеп жүрмін деген ой болмады ма? Жарайды, есін жоғалды дейік. Полицияға баруға ойы келмеді ма екен? Біз оның портфелін жарылыс болған жерден таптық. Әкесімен денесін барып көруге барған кезде дымы қалмаған мәйіттің қалдығын көрсетті. Енді сұрақ, біз сонда кімді жерледік? 15 жыл бойы анасы кімді жоқтап, кімнің қабірдің басына Құран бағыштады? Олардың есімдері ел есінде қалу үшін мемлекет қыруар ақша жұмсады. Біле білсеңдер, барлық жерде 45 адам қаза болды делінген. Ал енді 44 болып қалды. Қызық. Рахмет. Ұмыт қалған болмаса.